Азаматтың копия хикаялары арнасына қош келдіңіздер. Тыңдауға жағымды болсын. Лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл біздің арна үшін өте маңызды. Сіздерге мықты денсаулық пен көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Менің атым Арман Сұңқаров. Осыдан жарты жыл бұрын ғана менің әлемім жаңа көлік истендіргіші мен қымбат кофехананың жаңа қайнатылған кофесінің және ақшаның иісімен аңқитын. Мен өзімнің шағын әлемімнің патшасы едім. Ең жақын досым әрі серіктесім Самат екеуміз нөлден бастап көтерген IT стартаптың табысты басшысы болатынмын. Біз табыс толқынының шыңында едік. Ірі келісім шарттар, беделді басылымдардағы мақтал мақалалар, халықаралық нарыққа шығу жоспарлары. Мен Алматы Ситидегі жалдамалы люкс пәтерде тұрдым. Телефонды қолғапша ауыстырып, бағым жанды деп шын жүректен сендім. Ал содан кейін тағдыр маған қатал қарап, бәрін тас талқан етті. Бір күні дүйсенбіде компанияның барлық шоттары бос екенін байқадым. Кеңсе төлемақы үшін мөрленіп жабылыпты. Ал Самат, университет қабырғасынан бергі досым, өмірімді сеніп тапсыра алатын адам, ізім қайым жоғалды. Кек өзі ғана емес, клиенттер базасымен және біздің ортақ армандарымызбен бірге жоғалды. Ол маған тек бір ғана нәрсе қалдырды: қарыз. Инвесторларға, банктерге және сотты мойындамайтын, мәселені 90-шы жылдардың әдісімен шешуді жөн көретін бірнеше өте қауіпті адамдарға деген қыруар қарыз. Менің әлемім бірнеше сағат ішінде күйреді. Қоңыраулар мақтаудан қоқан-лоққыға ұласты. Қымбат мейрамханалар қала шетіндегі арзан тұшпараханалармен ауысты. Пәтерден қуылған соң, сонда көшуге мәжбүр болдым. Ауадағы ақша иісінің орнына қорқыныш иісі пайда болды. Ол жабысқақ әрі барлық жерде болатын. Мен есік қоңырауынан, телефондағы әрбір бейтаныс нөмірден селк ететінмін. Бір күні кешке қараңғы кіреберісте екі сыпайы бірақ денелі жігіт маған есептегіштің іске қосылғанын және пайыздардың денсаулығыма қатты зиян тигізуі мүмкін екенін егжей-тегжейлі түсіндірді. Дәл сол кезде ең түбіне түскенде, қандай да бір жұмыс табылып қалар деген шарасыз үмітпен бос жұмыс орындары сайттарын ақтарып отырып, мен оны көрдім. Курьер немесе колл орталық операторы болу ұсыныстарының арасында жоғалып кеткен хабарландыру. Ол бейне бір басқа дәуірден келгендей еді. Жеке аңшылық шаруашылығына егер қажет. Ақсай учаскесі, Шығыс Қазақстан облысы, жоғары ақы, толық оқшаулану, рация арқылы байланыс, келісімшарт кем дегенде 1 жыл. Ал төменде шарасыздықтың шымы ретінде жазылған мына сөздер маған тікелей арналғандай көрінді. Орманда жұмыс істеу тәжірибесі міндетті емес. Ең бастысы психологиялық төзімділік және ұзақ уақыт бойы толық жалғыздықта бола алу қабілеті. Жалғыздық. Саматтың сатқындығынан кейін бұл азап емес, құтқарылу болып көрінді. Хабарландыруда көрсетілген жоғары жалақы менің проблемаларымды шешіп қана қоймай, маған жаңа өмір сыйлай алатын еді. Мен бұл мүмкіндікке суға кеткен адам талғарманғандай жармастым. Сұхбаттасу жарқыраған кеңседе емес, қала шетіндегі темекі түтініне тұншыққан шағын кеңседе өтті. Мені шаруашылық иесі, жүзі шаршаңқы, жұмысшының қолдары бар 50 жастағы кісі қарсы алды. Оның есімі Асқар Мақсатұлы Мергенбаев еді. Ол маған, менің қалалық жұмсақ қолдарыма, бұл жер үшін тым қымбат күртешеме ұзақ әрі сынай қарады. Дағдыларым туралы дерлік сұрамады. Оның қызығушылығы мүлдем басқа еді. Әскерде болдың ба? Жоқ, әскери кафедра. Өкінішті, онда шыдауға үйретеді, ал мұнда көп шыдауға тура келеді. Тыныштыққа, жалғыздыққа, өзіңе. Учаске түкпірде, ең жақын ауылға дейін тікелей 150 шақырым. Азық-түлік пен тікұшақ жарты жылда бір рет келеді. Байланыс тек көрші кордонмен рация арқылы. Ешқандай интернет жоқ. Анаңа қоңырау шала алмайсың. Шыдайсың ба? Мен сенімді көрінген сияқтымын. Алдыңғысы шыдай алмады. Мергенбаев арзан темекі қорабын алды, бірақ тұтатпады. Тек саусақтарымен айналдырып отырды. Жәкең, мықты шал еді. Жасы 70-тен асса да, кез келген жасты шаң қаптыратын. Осы кордонда 30 жыл отырды.
Сосын аяқ астынан бәрі бітті, шыдай алмаймын, шаршадым, қалаға немерелеріме барғым келет деді. Аяқ астынан кетіп қалды. Біз оған тікұшақ жібердік, ал ол тіпті заттарын да жинамады. Ұшып кетті де жоғалды. Мұның бәрі бір түрлі, бірақ орын бос тұрмауы керек. Аң қараусыз қалса, браконьерлер қаптап кетеді. Ақша жақсы төленеді, бірақ сұрау да қатаң болады. Егер бір айдан кейін айнып қалсаң, ешкім сенің артынан ұшып келмейді. Келісім шарт 1 жылға, нүкте. Келісесің бе? Оның сөздері суық прагматизмге толы болды. Санамның бір түкпірінде дабыл қағып тұрғандай сезілді. Тым кенеттен кету, өте кәрі егер, оқшаулануға тым көп назар аудару. Бірақ қарыз бергендердің дауыстары қаттырақ еді. Келсемін дедім мен, нық дауыспен. Бір аптадан кейін мені жаңа өміріме алып бара жатқан ескі, сынық УАЗ көлігінің алдыңғы орындығында отырдым. Рөлде Болат есімді тұнжыраған, сақал мұрты өскен ер адам отырды. Біз 6 сағаттай жүрдік. Асфальт баяғда қиыршық тасты жолғақ, орман жолына ұласты. Ал соңғы 2 сағатта біз тек болақта ғана мәлім бағытпен қозғалып келе жаттық. Көлік ағаш тамырлары мен шұңғырлардан секіріп, қатты гүрілдеп келеді. Өркениет әр шақырым сайын артта қалып бара жатты. Телефондағы соңғы желі белгісі осыдан 3 сағат бұрын жоғалған. Әлі алыс па? Деп сұрадым. Мен ауыр үнсіздікті бұзу үшін. Болат маған көз қиығын тастап, сәл ашық терезеге түкіріп жіберді. Жетіп қалдық. Сен бұлай ғой, қалалықсың ба? Сен жәкеңді білмедің. Мен оны осында 30 жыл тасыдым. 30 жыл, түсінесің бе? Ол бұлай бәрін тастап кететін адамдардан емес. Ол тайғамен біте қайнасып кеткен. Қалада 1 аптада тұншығып өлемін дейтін. Сөйтіп жүріп өз еркімен немерелеріне кетті ме? Болат ауыр сөз айтты. Мұның бәрі өтірік. Бір шикілік бар. Сен құлағыңды тырып жүр. Орман әзілді көтермейді. Оның сөздері менің күмәнімді одан сайын өршетті. УАЗ ақыры тік әрі қараңғы өзенім жағасындағы шағын алаңқайға тоқтағанда, мен көліктен түсіп қатып қалдым. Менің алдымда жай ғана орман емес, тайға жатты. Айбарлы, үнсіз, енжар, орасан зор. 3 адамның құшағы әрен жететін шыршалар мен қарағайлар төмен сұр аспанды тіреп тұрғандай. Ауаның қою әрі суық болғаны сонша, оны қолмен ұстауға болатындай еді. Және тыныштық. Бұл жай ғана дыбыстың жоқтығы емес, ол заттай сезілді. Ол құлақ предесін басып, өкпені қысатын. Өзен жағасында мықты бөренелерден салынған, уақыт өте қарайған үй тұрды. Ақсай кордоны, алдағы 1 жылдағы менің үйім. Болат маған азық-түлік қаптарын, консерві қораптарын, құрал жабдықтарды түсіруге көмектесті. Рация үстелдің үстінде деп мүңгірледі ол, бос канистрлерді қорапқа лақтырып. Жиілігі артқы қақпағында жапсырылған. 3 күнде 1 рет байланысқа шығасын. Қабылдауда оңтүстік кордондағы Мұрат болады. Ол үйден орман арқылы тіке барсаң 15 шақырым жерде. Сенім жалғыз көршім. Қандай да бір жағдай болса, бірінші көмекшім әрі құтқарушым сол. Ал, сау болсын Қаров, бұл жерде жоғалып кетпе. УАЗ қатты гүрілдеп бұрылды да, жасыл үнсіздікке сіңіп кетті. Мен бөтен құпияларды сақтаған тайғамен, үймен және қар кесегіндей өсіп келе жатқан қорқынышпен жалғыз қалдым. Мен керең демімді алып, тынышталуға тырыстым да, жаңа баспанама беттедім. Есік ақырын сықырлап, мені түтін мен көптен бергі жалғыздықтың иісі аңқыған көлеңкелі бөлмеге кіргізді. Үйдің іші өте қарапайым әрі аскетикалық еді. Үлкен пеш бөлменің 4-тен 1 бөлігін алып тұр. Қабырға бойымен жалпақ орындықтар қойылған. Дөрекі жонылған тақтайдан жасалған үстел мен 1-2 орындық бар. Пешке қарсы тұста кедір бұдыр матрас пен сұр жын көрпе төселген төсек. Мұның бәрі Мергенбаев пен Болаттың өтірік айтпағанын көрсетіп тұрды. Алдымғы тұрғын бұл жерді өте асығыс тастап кеткен. Үстел үстінде ішіліп бітпеген, көгеріп кеткен шайы бар қалай шынаяқ тұрды. Қабырғада бөренеге қағылған шегеде ескі өмі кеткен күртешелі үлі тұр. Шкафта жалғыз етік жатыр. Мен өзімді осы бөтен ортаға сіміруге тырысып, заттарымды орналастыра бастадым. Өзіммен бірге әкелген кітаптарды сөреге қойдым. Үстелге өз шынаяғыммен тәрелкенді қойдым.
Үйренісу керек еді. Әйтпесе бұл жер мені жұтып қоятындай. Үстелді сүртетін шүберек іздеп, көне жазу үстелінің жалғыз суырмасын тарттым. Ол дерлік бос еді. Бірнеше тат басқан қармақ жібі, ескі жиналмалы пышақ. Және осы қоқыстың астында ол жатыр еді. Өмі кеткен картон мұқабалы 48 парақтық дәптер. Ол әбден тозған, бұрыштары қайрылған, ал мұқабасында қан тамшыларына ұқсайтын қомырдақтар бар. Мен бұл ойды өзімнен қууға тырыстым. Қолы әрең бағынатын адамның қисық, секірмелі жазуымен қайға күнделігі деп жазылыпты. Бәлкім қарт жәкең мұнда өзінің бақылауларын жазған болар. Алғашқы үйректердің қашан ұшып келгенін, аюдың ізі қай жерде байқалғанын. Мен осындай нәрсе көрем деген үмітпен дәптерді аштым. Бірақ бірінші бет маған төбеден жай түскендей әсер етті. Онда ешқандай күн немесе бақылау жоқ еді. Кек қатты басып жазылғаны сонша, сиясы парақтың екінші жағына өтіп кеткен бір ғана тақырып бар еді. Ережелер. Мен тұтатқам керосин шамының күңгірт жарығының астына дәптерді қойып, сықырлаған орындыққа отырдым. Бұл күнделік емес еді. Бұл келесі бейбаққа қалдырылған нұсқаулық болатын. Бірінші. Учаскеңді тек күндізгі жарықта ғана арала. Қас қарая бастағанда кордонға орал. Ешқашан, естисің бе, ешқашан күн батқаннан кейін орманда қалма. Түндегі орман күндізгі орман емес. Ол оянады, оның шынайы бет бейнесін көрмегенің абзал. Менің скептицизмім әлде қарсыласып бақты. Стандартты қауіпсіздік ережесі. Қараңғыда адасып кетуге, аңға тап болуға болады. Қисынды. Мен келесі бетті аштым. Денемді алғаш рет суық тер басты. Екінші. Сенің учаскеңнің солтүстік бөлігінде қара бұлақтың ар жағында ескі елаңғай бар. Онда менің атам қойған қақпандардыр. Олар тат басқан, өте ескі. Оларға еш қашан жақындама. Тіпті сол жақтан айқай, немесе жылаған дауыс естілсе де. Әсіресе әйел адамның жылаған дауысы болса. Бұл аңға арналған жем емес. Әйелдің жылауы жем. Менің рационалды ақылым істен шыға бастады. Аузымның құрғап кеткенін сездім. Бұл тәжірибелі орманшының кеңестеріне ұқсамайтын еді. Бұл сандырақ па, әлде жоқ па? Үшінші. Аптасына бір рет кіреберіс есіктегі ілмектің дұрыстығын тексер. Ол жеңіл жүруі керек, бірақ мықтап жабылуы тиіс. Оны майлап тұр. Солидол салынған қалбыр пештің астында түкпірде тұр. Бұл сенің өміріңді сақтап қалуы мүмкін. Мен еріксіз есікке көз тастадым. Ауыр соғылған темір ілмек сенімді көрінгенмен, оған менің өмірім байланысты болуы мүмкін деген ой жүрегімді жиі соқтырды. Аюдан жабылу үшін емес қой. Ол үшін мылтық бар. Кімнен? Немесе неден? Төртінші. Егер түн ортасында, айнала жым-жырт кезде, кішкентай қоңыраудың сыңғырын естісең, бір секундта жоғалтпай есікті ілмекке жап, шамды сөндір. Терезеге жақындама, және ол жерде кім тұрғанын көруге тырыспа. Тек таңның атуын күт. Не естісең де, сықыр, сыбыр, өтініш далаға шықпа. Ол тұрады да кетіп қалады. Құлазыған тайгадағы қоңырау сыңғыры ма? Басымда түрлі түсініктемелер өтті. Жел, адасқан мал. Бірақ ол мұнда қайдан жер? Тыныштықтан туған елестер ме? Бірақ ол тұрады да кетіп қалады деген шарасыздықпен жазылған соңғы сөйлем барлық қисынды дәлелдерді жоққа шығарды. Дыбыс тоқтамайды, ол кетеді. Бесінші. Мұнда тұмандар жаңа сауған сүттей қою болады. Аяқ астынан түседі. Егер орманда осындай тұманға тап болсаң, және біреудің сені атыңмен шақырғанын естісең, үндеме. Дыбыс шығарма. Бұғып күт. Немесе егер мүмкіндік болса, оқ атқан дыбыс шығар. Егер ату мүмкін болмаса, тұманнан шыққанша кез келген бағытқа жүре бер. Аппақ тұманның ішінен сені кім шақырып жатқанына ешқашан жауап берме. Ол сені көзімен емес, дауысымен іздейді. Маңдайымнан суық тер тамшылағанын сездім. Бұл тым нақты, тым егжей-тегжейледі. Көзімен емес, дауысымен іздейді деген соңғы сөйлем
Қорқынышты көне аңыздардан алынғанда естілді. Жәкең мұны өзі бірнеше рет кездестіргендей жазыпты. Мен тағы бірнеше бетті ақтардым. Ережелер барған сайын бір түрлі әрі қорқынышты бола түсті. 6. Өзен жағасындағы ескі монша шегеленіп тасталған. Оны ашуға тырыспа, әсіресе түн жарымынан кейін. Ішінде қамалған нәрсе сол жерде қалуы тиіс. 7. Егер соқпақта жалаң аяқтың ізін көрсен, бірден кордонға орал. Оның кімдікі екенін білуге тырыспа. Ол сені аңдып жүр, сен оны емес. Соңғы ереже бірнеше рет қалың сызықпен қоршалған екен. 8. Егер рациядағы дауыс көмек жақын екенін айтса, бірақ сен оны шақырмаған болсаң, сенбе. Бұл тұзақ. Мен дәптерді күшпен жаптым. Қолдарым аздап дірілдеп кетті. Бұл не? Қалжың ба? Жаңадан келген адамға арналған қатыгез әзіл ме? Бірақ оны кім ұйымдастыруы мүмкін? Мергенбаев па? Болат па? Не үшін? Бұл қарапайым әзіл үшін тым күрделі және тым қорқынышты еді. Тұрақты нұсқа. Кәрі Жәкең көп жылдық жалғыздықтың әсерінен ақылынан адасқан. Оның санасы шыдамай, орманды елестер мен құбыжықтарға толтырған. Бұл ең қисынды түсініктеме болып көрінді. Мен орнымнан тұрып үйді аралап өттім. Есікке жақындап, ілмекті тарттым. Ол сәл сықырлап, орнынан жылжыды. Мен еңкейіп пештің астына қарадым. Ең түкпірдегі шаң басқан бұрышта кішкентай қаңылтыр қалбыр тұрды. Оны аштым. Ішінде қою, қара солидол бар екен. Сәйкестік. Жай ғана сәйкестік. Мен кіреберіске шықтым. Тайғаным үстіне іңір үйіріліп келе жатты. Өзем қарайып кетті. Алыста, 100 метрдей жерде, судың дәл жиегінде қисайып қалған құрылысты байқадым. Ескі монша. Оның есігі айқастыра қағылған екі тақтаймен мықтап шегеленген еді. Менің скептицизмім күл талқан болды. Бұл әзіл де, сандырақ та емес. Мен өздерінің түсініксіз, қорқынышты заңдары бар аумақта тұр едім. Бұл дәптер аман қалудың оқулығы болатын. Кешке, ұйықтар алдында мен есікті жай ғана жауып қоймай, ауыр соғылған темір ілмекті тірелгенше итердім. Жай ғана тыныштық үшін деп өзімді алдадым. Бірақ олай емес екенін білдім. Мен мұны өмірімде бірінші рет шынымен қорқып кеткендіктен істедім. Кордондағы бірінші түн азапқа айналды. Мегаполистің тәулік бойы гүлдеуіне, терезе сыртындағы көліктердің шуына, тоңазытқыштың ызымына, даладағы айқайға үйренген миым бұл керең қылатын абсолютті тыныштыққа бейімделе алмады. Ол тыныштандырмады, керісінше жаншып тастады. Ол ауадай құлаққа, ойға еніп, өз жүрегімнің соғысын үлкен қоңыраудың соққысында естуге мәжбүр ететін субстанцияға айналды. Суып келе жатқан пештегі әрбір отының сытырлауы, бөрене қабырғаның ар жағындағы әрбір сыбдыр, түнгі үкінің әрбір үні оқ атылғанда естіліп, мені селк еткізіп, төсекке тығылуға мәжбүр етті. Ұйқы қашты. Терезе сыртындағы қою қараңғылықты тыңдап, бір бүйірімнен екінші бүйіріме аунадым. Көз алдында Жәкеңнің күнделігіндегі бейнелер билеп жүрді. Тұзақтар қойылған алаңқайда жылап жатқан әйел, соқпақтағы жалаң аяқ іздер, тұманнан шақырған адам. Мен өзімді мұның бәрі жай ғана қиялдың жемісі екеніне сендіруге тырыстым. 3 сағаттай уақыт өтті. Мен ұйқысыздыққа көніп, шай қайнатып, таң атқанша сөніп бара жатқан пештім жанында отыруға шешім қабылдадым. Етіктерді сипалай отырып, аяғымды төсектен түсірдім де, дәл сол сәтте қатып қалдым. Тып-тыныш ауадан бір дыбыс жарып шықты. Ол өте алыстан естілгені сонша, басында оны құлағымдағы шыңыл деп ойладым. Бірақ жоқ, ол қайталанды. Бұл жолы анығырақ. Дин! Мен бар назарыммен тыңдай қалдым. Бүкіл тұла бойым ширығып кетті. Жүрегім бір сәтке тоқтап, сосын ессіз жылдамдықпен соға бастады. Дин-дин. Бұл сол еді. Кішкентай қоңыраудың жімішке, әуізді, мөлдір сыңғыры. Ол орманның қараңғы жолағы көрініп тұрған өзен жағынан жетті. Дыбыс желден шыққандай ретсіз емес еді. Жоқ, ол өлшемді, ырғақты болды.
Бейне бір-біреу немесе бірдеңе асықпай келе жатқандай, және әр қадам сайын қоңырау өзінің жан түршігерлік сыңғырмен үн қатып тұрды. Басымда дәптердегі жолдар отты әріптермен жанып кетті. Егер түнде қоңыраудың дауысын естісең, бірден есікті ілмекке жап. Есік? Қараңғы түсе салысымен оны жапқанымды есіме алып, жемілдек қалдым. Бұл қарапайым факт маған қазір кез келген қамал қабырғасынан гөрі сенімдірек болып көрінді. Мен жабайы қорқыныштан қозғала алмай төсекте отырдым. Мен тек тыңдадым. Дин-дин-дин. Сыңғыр қаттырақ, жақынырақ бола түсті. Келе жатқан нәрсе жасырынуды ойламады да, ол тура менің иіме қарай жылжыды. Миым үрейленіп, ақылға қонымды түсініктеме табуға тырысты. Адасқан жылқы ма? Бірақ мұнда жылқы қайдан жүр? Бәлкім, көрші Мұрат менің жағдайымды біліп, әзілдемек болған шығар. Бірақ бұл оған не үшін керек? Және неге тайғада шыныққан жәкең бұл туралы соншалықты қорқынышпен жазды? Дин-дин. Дыбыс дәл кіреберістің алдынан шықты. Демалуды тоқтатып, қабырғаға жабыстым. Жанарым қарама-қарсы тұрған қараңғы есікке қадалған. Мен соққыны, тырнақтың сықырлауын, құлыпты бұзуға тырысқан әрекетті күттім. Бірақ ештеңе болмады. Қоңырау сыңғыры тоқтай қалды. Ол есіктің дәл ар жағында, менен 1-2 метр жерде тұреді, және тыныштық орнады. Бұл тыныштық қоңыраудың өзінен 1000 есе қорқынышты еді. Ол біреудің қатысуына, күтуге толы болды. Көрінбейтін түнгі қонақ менің кіреберісінде тұрып күтіп тұр. Оның бар екенін сездім. Ол менің қателік жібергенімді, қызығушылыққа берілуімді, терезеден қарауымды күтті. Терезеге жақындама, және ол жерде кім тұрғанын көруге тырыспа. Мен өзімді терезеден көзімді алшақтатуға мәжбүрледім. Оның ар жағында жұлдызсыз түн қарайып тұрған еді. Сәл де болса сықырлаған дыбыс шығарудан қорқып, тас мүсіндей отырдым. Уақыт тоқтап қалғандай. Минуттар жабысқақ, тұншықтыратын мәңгілікке созылды. Қанша уақыт өтті? 5 минут, 10, жарты сағат. Кенеттен мен жаңа дыбысты естідім. Өте ақырын, әрең естілетін сыбдыр. Біреу бөрене қабырғаны саусақтарының ұшымен өте баяу, тіпті мейірлене сипап өткендей болды. Бұл дыбыстан төбемдегі шашым тік тұрды. Содан кейін адамға тән емес, тым керең, ауыр күрсінген үн естілді. Сосын баяу, ауырлаған қадамдар қайта естіліп, олармен бірге қоңырау да қайта оралды. Дин-дин-дин. Ол орманға қайта оралып, түнгі үнсіздікке толық сіміп кеткенше барған сайын бәсеңдей түсті. Мен таң атқанша көз ілмедім. Тікенді көрпеге жармасып, мені түнгі сұмдықтан бөліп тұрған ауыр темір ілмегі бар есікке қарап отырдым. Менің қалалық скептицизмім жойылып, мұзды үрейден күлге айналды. Бұл әзіл емес еді. Бұл ауру қиялдың жемісі де емес. Ережелерді ақыл есі ауысқан адам жазбаған екен. Оларды немен бетпе-бет келіп тұрғанын білетін адам жазған. Мен сақтық шарасы ретінде ғана сақтаған сол ережелердің бірі, ешқандай түсініктемесіз менің өмірімді сақтап қалды. Таңның алғашқы бозғылт сәулелері терезеден түскенде, мен жеңілдік сезінбедім. Мен мұзды шындықты түсіндім. Мен мұнда 1 жылға қамалғанмын, және ол әр түн сайын қайтып келуі мүмкін. Таңның алғашқы сәулелерімен мен шаршаумен, бастан кешкен қорқыныштан теңселе отырып, есікке жақындадым. Ілмекке қол созғанда қолым дірілдеп тұрды. Оны жылжытып, есікті үрейлене аштым да сыртқа көз тастадым. Таң жарық әрі суық еді. Шөпте шық жарқырайды. Ауа қарағай мен ылғалды жердің иісіне толы. Түнгі оқиғаны еш нәрсе еске түсірмейтіндей, мен абайлап кіреберістен түстім. Үйдің айналасындағы ылғалды жер тап-таза еді. Ешқандай із жоқ. Не адамның, не аңның, мүлдем ештеңе. Түнгі қонақ бейне бір жер бетінде қалықтап жүргендей. Дәлелдердің бұл жоқтығы түнгі қонақтың өзінен де көбірек қорқытатын. Ол оны шынайы емес, мистикалық, логикаға сыймайтын етіп көрсетті. Күні бойы мен тынымсыз әрекетпен айналыстым. Балтаның әрбір соққысы менің қорқынышыма бағытталғандай ашумен отын жардым.
Аңдарға арналған тұздықтарды тексердім, соқпақтарды тазаладым, бірақ үйден бір шақырымнан артық ұзамадым. Тайга өзгерді. Ол бұдан бұлай жай ғана әдемі және қатал орман емес еді. Енді ол маған қауіп төндіруі мүмкін, бейтаныс, бақылап тұрған кеңістік болып көрінді. Мен бұтақтың әрбір стырлауынан, құстың әрбір айқайынан селгететінмін. Желкемде біреудің көрінбейтін жанарын сезінгендей, үнемі жан жағыма қарай бердім. Түске қарай бұл үнсіздікке бұдан бұлай шыдай алмайтынымды түсіндім. Маған адамның дауысын есту керек. Бұл қарғыс атқан орманда менің жалғыз адам емес екеніме көз жеткізу керек болды. Үстел үстіндегі ескі ангара бір рациясы мені әлеммен байланыстыратын жалғыз жіптей көрінді. Ауыстырғышты бастым. Бөлме эфирдің тыныштандыратын сыртылы мен шуылына толды. Корпусқа жапсырылған қағазда Жәкеңнің дірілдеген жазуымен жиілік көрсетілген. Ақсай базасы оңтүстікті шақырат дедім мен тангентаға. Өз дауысым маған қарлыққан әрі бөгде болып көрінді. Мұрат, қалай естіліп тұр? Қабылдау. Жауап бірден келген жоқ. Бірнеше секундқа созылған шуылдан кейін кедергілер арқылы сенімді, сергек баритон дауысы шықты. Оңтүстік байланыста. Ақсай, сені көрші бөлмеде тұрғандай жақсы естіп тұрмын. Сәлем Арман. Қалайсың? Үйренісіп қалдың ба, қалалық? Мен жас баладай жеңілдеп қалдым. Мұраттың дауысы қатты, жақын, жерге қайтарғандай естілді. Ол шынайы еді. Сәлем Мұрат. Ақырындап үйренісіп жатырмын. Бұл жер әрине таңғажайып екен. Бұл әлі басы ғана деп күлді ол. Күлкісі ашық әрі достыққа толы еді. Бұл саған Астананың кептелістерінде қамалу емес. Мұнда өз заңдары бар, табиғат қой. Ал бірінші түн қалай өтті? Жергілікті тылсым күштер мазалаған жоқ па? Орман иесі танысуға келмеді ме? Оның сұрағы мені тосылдырып тастады. Ол қалжыңдап тұр ма? Әлде мұның астарында бірдеңе бар ма? Мен абай болуды ұйғардым. Егер оған қоңырау туралы айтсам, ол мені нағыз жынды деп ойлайды. Иә, онша жақсы ұйықтай алмадым деп бұлтартпа жауап бердім. Қабырғаның ар жағынан бір түрлі дыбыстар естілді. Үйренбегендіктен шығар. Бұл қалыпты жағдай деп ақ көңілділікпен жауап берді Мұрат. Әрбір жаңадан келген адам осыны бастан кешіреді. Тайға тірі ғой, демалады, сықырлайды. Ағаш ыңыранады. Бір жерде аң өтеді. Жел құбырда гүлдейді. Басында әрбір екінші адамға жын перілер көрінгендей болады. Сенің алдыңдағы Жәкеңнің соңғы кездері мүлде есі ауысып кеткен. Оған аңшылардың елестері, орман иелері көрінетін болды. Тіпті түнде әлдебір қоңыраулар естіледі дейтін. Елестетесің бе бейбақты? Мен суық пластик тангентаны қысып тұрып қатып қалдым. Пештім жылуына қарамастан денем мұздап кетті. Қоңыраулар. Ол біледі. Шынымен бе? Даусымды дірілдетпеуге тырысып әрең сөйледім. Ал сеніңше бұл не болды? Кім білсін оны? Мұраттың дауысы мүлдем алаңсыз еді. Алыс ауылдардағы шалдар орман иесі туралы аңыздар айтады. Ол түнде өз қоңырауымен жүредіміз. Оны жақыннан көрген, немесе естіген адамға жақсылық әкелмейді дейді. Бірақ бұның бәрі балаларға арналған ертегілер ғой. Өзіңге түсінетін шығарсың. Жел бір қоқысты ұшырып әкеліп, сол сыңғырлаған болар. Ең бастысы, басынды мұндай нәрселермен қатырма. Күндіз жұмыс істе, түнде тыныш ұйықта, сонда бәрі тамаша болады. Егер қандайда бір құрал немесе кеңес керек болса, хабарлас. Мен мұнда 5-ші жыл жүрмін. Барлық соқпақтарды, барлық аңыздарды білемін. Біздің әңгімеміз тағы 10 минуттай жалғасты. Мұрат тамаша сұхбаттасушы болып шықты. Ол қоянға тұзақты қайда құру керектігін, шортан қандай жылтырауыққа түсетінін, қасқырдан сілеусіннің ізін қалай ажырату керектігін айтып берді. Ол тайга даналығының қазынасы, тәжірибелі әрі толықтай парасатты адам сияқты көрінді. Бірақ оның қоңырау мен Жәкен туралы сөздері менің жаныма күмәннің мұзды дәнін септі. Ол бәрін ертегі мен желге соншалықты оңай әрі сенімді түрде жаба салды. Бірақ ол Жәкеңнің де дәл сол дыбысты естігенін растады. Бұл менің жынды болмағанымды білдіреді. Қауіп шынымен бар. Тек Мұрат қандайда бір себептермен оған өзі сенбейді, немесе менің сенгенімді қаламайды.
Әңгімені аяқтаған соң, мен өзімді бұрынғыдан да нашар сезіндім. Мен бұрынғыдан да жалғыз едім. Сыртқы әлеммен байланыс тек елес болып шықты. Мұрат, менің жалғыз одақтасым. Менен тек 15 шақырым орманмен ғана емес, менсінбеушілік қабырғасымен бөлінгендей. Ол маған әрбір сытырлаған дыбыстан қорқатын кезекті қалалық жынды деген айдар тағып қойды. Мен Жәкеңнің дәптерін қайта аштым. Ережелер енді маған ақыл есі ауысқан адамның сандырағы болып көрінбеді. Олар көмекке шақырған жаншыра айқай болды, бірақ оны ешкім естімеді. Енді мен оларды фанатикалық дәлдікпен орындауым керек екенін түсіндім. Өйткені бұдан басқа маған сенер ешкім жоқ. Бұл түнімен есікті тек ілмекке жауып қойған жоқпын. Мен ауремен орындықтардың бірін алып, есікті ішінен тіреп қойдым. Қауіпсіздік ешқашан артық етпейді. Бір апта өтті. Жүйкені жұқартатын қажырлы рутина аптасы. Мен таң атқанда тұрып аумақты аралап, қас қарайғанда оралатынмын. Кешке төсекке құлап, түссіз ауыр ұйқыға кету үшін өзімді әл дәрменім қалмағанша жұмыс істеуге мәжбүрледім. Қоңырау қайтып келмеді. Осының арқасында мен ол түнді бір реттік оқиға, Жәкеңнің қорқынышты жазбалармен ұштасқан қажыған қиялымның ойыны деп өзімді сендіре бастадым. Қорқыныш бәсеңдеп орнын тұншықтыратын қажымас шаршау басты. Бірақ тайға маған жаңа сынақ дайындап қойған екен. Бір күні таңертең мен оғаш тыныштықтан ояндым. Мен үйренсе бастаған орман дыбыстары жоғалып кеткен. Терезеге жақындап ештеңе көрмедім. Әйнектің ар жағында қалың, ақ, өтіп болмайтын қабырға тұман тұрды. Ол түнде келіп бәрін үнсіз жұтып қойған. Оның қою болғаны сонша, тіпті қолмен ұстауға болатындай. Көріну қашықтығы 3-4 метрден аспайды. Мен кіреберіске шықтым да, сүттей аппақ мұхиттың түбіне түсіп кеткендей сезіндім. Ылғалды, суық ауа күртешеме сіңіп кетті. Дыбыстар ақ перденім ішінде тұншықты. Онсыз да менің сергіме айналған оқшаулану сезімі 100 есе артты. Мен соқыр сияқтымын. Мұндай жағдайда далаға шығу ақылсыздық еді. Сондықтан ауладағы шаруалармен айналысуды ұйғардым. Балтаны алып, үйдің қабырғасындағы отынды жаруға кірістім. Балтаның ырғақты, тұңғық соққылары бұл мақтадай тыныштықтағы жалғыз әлсіз дыбыс болды. Мен өз кернеуімді отыннан шығарып ұра бердім. Кенеттен балтаны жоғары көтерген күйі қатып қалдым. Тұманның ішінен басқа дыбыс естілді. Құрғақ бұтақтың шорт сынған үні. Орман жақтан 20 метрдей жерден өте жақын шықты. Қолымның сүйектері ауырғанша балтаның сабын қыса түсіп ширығып кеттім. Аю, бұлан ба? Бірақ мен ешқандай қозғалысты, шөптім сыбдырын естімедім. Кек бір анық сыртыл, сосын қайтадан тыныштық. Тым төңірегімді тыңдап қозғалмай тұрдым. Жүрегім дабыл қағып, кеудемді ұрғылады. Және сол кезде мен оның дауысын естідім. Арман. Ол тұманнан тұншығып жетті. Бірақ мен өз атымды анық естідім. Дауыс ер адамдікі, сабырлы, тіпті қысқа болды, бірақ онда өте қате, қорқынышты бірдеңе бар еді. Ол тым жақыннан шықты. Бейне бір дауыс иесі ақ перденің артында бірнеше қадам жерде тұрғандай. Кім бұл? Деп сыбырладым мен. Бірақ сөз тамағыма кептеліп қалды. Басымда 5-ші ереже жарқ етті. Егер тұманда біреудің сені атыңмен шақырғанын естісең, үндеме, жауап берме. Арман, көмектес маған. Дауыс қайта шықты. Бұл жолы сәл қаттырақ. Ол орнын ауыстырыпты. Мен адасып қалдым. Аяғымды қайырып алған сияқтымын. Инстинкттерім адамға көмектес деп айқайлады. Бұл адасқан саңырау құлақ теруші, аңшы немесе Мұрат болуы мүмкін ғой. Орманда не болмайды? Бірақ қоңырау соғылған, түннен қалған мұзды қорқыныш тілімді байлап тастады. Жәкең ережені бекер жазбаған еді. Ей, жігітім, Арман, мен сені көріп тұрмын. Дауыс жақындай түсті, талапшыл болды. Неге қатып қалдым? Мен өзіміздің адаммын, қорықпа. Мен баяу, шу шығармауға тырысып, құтқарушы үйдің есігіне қарай шегіне бастадым. Қолымдағы балта пайдасыз ағаш кесегіндей көрінді. Және сол сәтте мен оны көрдім. Тұманның ішінде, менен 5 метрдей жерде қара сұлба тербеліп көрінді. Бұлдыр, анық емес, бейне бір дымқыл қағазға көмірмен салынғандай. Ұзын бойлы, бүкіштелген адам бейнесі. Ол қозғалмады.
Жай ғана тұрып мен жаққа қарап тұрды. Қаным тамырымда қатып қалды. Бұл галлюцинация емес еді. Тұман ішінде біреу бар. Ол мені үйден алдап шығарып, түпсіз орманға, белгісіздікке апарғысы келді. «Қане, бері кел, шалға көмектес!» Дауыстан жалған достық сезілді. Мен бұған шыдай алмадым. Қорқыныштан есімді жей алмай, бұрылып үйге қарай жүгірдім. Екі секіріп кіреберіске шықтым. Есікті жылға ашып, тарс жаптым да, ауыр ілмекті сатырлата салдым. Қабырғаға сүйеніп, бүкіл денемнің дірілін басуға тырысып, ауыр дем алдым. Керезеге жасырына барып, абайлап сыртқа қарадым. Ештеңе жоқ, тек ақ мұнар. Сұлба жоғалған. Дауыс мүлдем болмағандай тынышталған. Тұман баяу тарқап, қарайған ағаш дімдері көріне бастағанша, кешке дейін қамалған үйде отырдым. Болған оқиғаны, дауысты сұлбаны басымда қайта-қайта айналдырдым. Бұл Мұрат айтқан орман елесі, немесе жын емес екені анық. Елестердің аяғының астында бұтақ сынбайды. Олар сені алдап шығаруға тырыспайды. Бұл ормандағы қауіп ет пен қаннан жаратылған болатын. Қу, есепшіл, мейірімсіз. Және ол менің атымды білетін. Тұмандағы оқиғадан кейін, мұның бәрі жай ғана қиялымның жемісі деген әлсіз үміт бір жола сөнді. Мен қоршауда қалғанымды түсіндім. Көрінбейтін жауым менің айналамда жүр, менің жағдайымды тексереді, осал жерлерімді іздейді. Оның әрекеттерін пассивті түрде күту, басымды өз еркіммен дарға асумен бірдей еді. Мен кіммен, немесе немен істес болып жатқанымды түсінуім керек. Маған жауаптар керек болды. Менің тергеуім жалғыз ілік, Жәкеңнің мұрасынан басталды. Мен үйді мұқият тінтіп шығуды ұйғардым. Әрбір еден тақтайын, әрбір қабырға панелін қағып көрдім. Ескі қоқысқа толған шатырды тінтіп шықтым. Кәрі егерден қалған барлық заттарды қағып сілкіп тексердім. Және таптым. Көрпенің астындағы бір тақтай назарымды аударды. Мен оны басқанда, ол басқаларынан сәл көбірек майысып, астында бостық бардай тұңғық дыбыс шығарды. Балтаным жүзімен іліп, тақтайды әрең жұлып алдым. Тақтайдың астында, үлкен бөрененің ойылған жерінде, майлы шүберекке оралған кішкентай түйіншектер жатты. Жүрегім атқақтай соғып, оны аштым. Ішіндегі заттар маған болып жатқан оқиғаларға жаңа көзқараспен қарауға мәжбүр етті. Біріншісі, тайға күнделігін жазған, қисық жазумен жазылған кішкентай қалта кітапшасы еді. Бірақ мұнда ережелер емес, үлкен асығыстықпен жазылғаны көрініп тұрған қысқа, үзік жазбалар бар еді. Бұл Жәкеңнің өмірінің соңғы күндері, немесе апталарының хроникасы болатын. 12 қыркүйек. Қара бұлақтың маңынан түнеген орын таптым. Аңдық емес, біреу түнеген, оқшашар, дильза бар. Менің калибрім емес. 15 қыркүйек. Өзен бойындағы із, анық. Біреуі 45 өлшемді ауыр етік, қорғаныш жұлдызшасы бар. Екіншісі жеңілдеу, бірақ сүйретілген. Брезентке орап ауыр бірдеңе сүйреген. 19 қыркүйек. Түнде тағы келді. Өз қоңырауын сыңғырлатты. Менің орнында екенімді тексереді. Ол мені ұйықтап жатыр, ештеңе естімейді деп ойлайды. 22 қыркүйек. Мұрат өтірік айтады. Рацияда өз кордонында мотор жөндеп отырғанын айтты. Ал мен оны басқа жиіліктен естідім. Сигнал әрең жетті. Біреумен тауармен өткел туралы сөйлесті. Менің атымды атады. Шал проблемаға айналды деді. 25 қыркүйек. Ол менің білетінімді біледі. Бүгін тұманның ішінде мені марқұм бауырымның дауысымен шақырды. Әрең шыдадым. Оңбаған. 27 қыркүйек. Солтүстік. Атамның қақпандары. Менің соңғы мүмкіндігім. Егер мен солтүстікке жете алмасам, оған тек ол, Мұрат кінәлі. Мен бүкіл жазбаны бірнеше рет оқып шықтым. Мұрат менің жалғыз одақтасым. Орман елестері туралы аңыздар айтқан ақ көңіл көршім. Жүрегім тамағыма тығылды. Бірінші әңгімеден кейін туындаған күдіктерім енді қорқынышты, бұлтартпас формаға ие болды. Мұрат бірдеңені жасырып қана қойған жоқ. Ол осы өтірік пен қорқыныш торының орталығында еді. Түнде қоңыраумен келген сол, тұманның ішінде шақырғанда сол еді. Жасырын орындағы екінші зат бір уыс атылған оқшашар. Ауыр, жезден жасалған.
Мен оларды өзінің карабинінің оқтармен салыстырдым. Жер мен көктей. Мыналар әлді қайда қуатты, елеулі қарудан атылған. Әрбірінің түбінде 7,62 көбейту 54 деген белгі тұр. Ал соңғы, ем қорқынышты олжа, ескі, өмі кеткен фотосурет. Онда екі ер адам құшақтасып, осы үйдің фонында тұр. Біреуі жас, өлімсіреген Жәкең. Екіншісі қу, көмілді жанары бар денелі, сақалды еркек. Мен суретті аудардым. Артында өмі кеткен бояумен Жәкең мен Мұрат бірлескен жұмыстың басы, Ақсай кордоны, 10 жыл бұрын деп жазылыпты. Мен сұмдық дәлелдердің ортасында еденде отырдым. Басындағы жұмбақтың түйіні шешіле бастады. Олар дос болған, немесе кем дегенде серіктес болған. 10 жыл бойы осы түкпірде бірге еңбек еткен, ал содан кейін бірдеңе дұрыс болмай қалған. Қандайда бір тауар, өткел, браконьерлік, шамасы өнеркәсіптік көлемде. Жәкең сірә ойыннан шығуды немесе серігін ұстап беруді ұйғарған, ал Мұрат мәселені шешуге кіріскен. Бәрі орнына келді. Мергенбаев айтқан Жәкеңнің кенеттен кетуі, Мұраттың рация арқылы айтқан өтірігі. Қоңырау мистика емес, бұл оның сигнал беру жүйесі. Менің үйде бар жоғымды және бөтен іске тұмсық сұқпағанымды тексеру әдісі. Тұмандағы дауыс мені алдап шығарып, алдыңғы егер сияқты үнсіз жоқ қылу әрекеті. Менің тергеуім жаңа сұрақтар тудырып қана қойған жоқ. Ол ең басты және ең қорқынышты жауапты берді. Менің жауым елес те, орман рухы да емес. Менің жауым адам, тәжірибелі, қу, осы тайғаны беске білетін кісі өлтіруші. Бұл кісі өлтіруші менің жалғыз көршім, сыртқы әлеммен байланысым. Мен қақпанға түстім. Мысық өз аңшылығын бастап кеткен еді. Келесі күні кесте бойынша Мұратпен байланысқа шығуым керек болды. Бұл ойдың өзі жүрегімді айнытты. Өзімнің алдымдағы адамды өлтірген кісімен, саған да сондай жоспар құрып отырған адаммен сөйлесу. Жүйкесі жұқа адамдарға арналмаған сынақ. Бірақ мен мұны істеуім керек екенін түсіндім. Маған өз рөлімді ойнау керек болды. Орман елестеріне сене беретін, қараңғыдан қорқатын аңғал қалалық жігіттің рөлі. Менің мінез құлқындағы кез келген өзгеріс оны сақтандырар еді. Маған оны тексеріп, жем тастап, жауабын көру қажет болды. Мен рацияны қостым да, даусымдағы дірілді басып, бірнеше рет терең дем алып алдым. Оңтүстік қабылдаңыз. Мұрат, қалай естіліп тұр? Бұл Ақсай. Сені қатты әрі анық естіп тұрмын, Арман, деп оның жиіркенішті достық баритоны бірден жауап қатты. Қалайсың көрші? Тұмандар қалай өтті? 3 қарағайдың ішінде адасып қалған жоқсың ба? Оның сұрағы шапалақпен ұрғандай болды. Ол ауа райын сұраған жоқ. Ол өзінің қулығының іске асқан аспағанын тексеріп тұрды. Иә, өтті, Құдайға шүкір. Мен даусымдағы жеңілдікті көрсетуге тырыстым. Бір сұмдық. Аппақ қабырға, бір адым аттай алмайсың. Тіпті жақын жерде біреу жүргендей, шақырғандай көрінді. Бірақ мен мұны тыныштықтан туған галлюцинация деп ойлап, үйден шықпадым. Динамикте 1 секундтық үнсіздік орнады. Небәрі 1 секунд болса да, бұл керең қыларлық тыныштық еді. Содан кейін Мұрат күлді. Бірақ оның күлкісі жасанды, жалған болды. О, бұл елестің шақыруы ғой, шалдар осылай атайды. Орман иесі өз даусымен қалың орманға алдап апарады. Шықпағаның дұрыс болды. Жарайсың, ақылың бар екен. Әйтпесе дәлелдейтін кейбіреулер бар. Жәкең, марқұм, егер ол шынымен өлген болса, мұндай нәрселерге жақын еді. Шақыруға баруы да мүмкін еді. Ол жай ғана жергілікті аңызды растап қойған жоқ. Ол маған күнделік жүргізу ережесін сақтағаным үшін мақтау айтты. Оған мен айтпаған ереже. Менің шақыруға жауап бермегенімді ол қайдан білді? Бұл бұлтартпас дәлел еді. Тұманның ішінде тұрып менің жағдайымды күткен, шақырған дауыс оның өзі еді. Қан шекеме шапты. Бірақ мен ойынды жалғастыруға мәжбүр болдым. Жемді тастайтын кез келді. Тыңдашы, Мұрат. Мен үйде жинастырып жүрген едім. Бірдеңе тауып алдым. Ескі оқшашарлар. Жәкеңнен қалған шығар.
бір түрлі үлкен. Түбінде 7,62-ге 54 деп жазылған. Бұл қандай калибр екенін білмейсің бе? Мықты қару шығар. Байланыстың ар жағында қайтадан үнсіздік орнады. Бұл жолы ол ұзақ, ауыр болды. Ешқандай түсінігім жоқ, деді ақыры Мұрат. Оның даусында достықтың ізі де қалмаған еді. Суық болаттай ноталар. Ол мұнда қандай қоқыспен айналысқанын кім білсін? Ол соңғы кездері мүлдем бір түрлі болып кеткен еді. Саған берер кеңесім Арман. Осы темір терсекті өзенге лақтырып жіберде. Ұмыт, басыңды әр түрлі ақмақтықпен қатырма. Бұл кеңес емес, бұл бұйрық еді. Лақтырып таста және ұмыт. Ол менің қазып жатқанымды түсінді. Ол қобалжи бастады. Менің дәлел тапқанымды ұқты. Иә, сенікі дұрыс шығар, дедім, барынша түсіністік танытқандай болып. Жай ғана қызық болды. Жарайды, Мұрат, сені жұмыстан алдаңдырмайын. Менің де жұмысым шаш етектен, байланысқанша. Сау бол, Арман. Оның дауысы қайтадан бір қалыпты болды, бірақ суықтық кетпеді. Және аз қызығушылық таныт. Біздің жақта көп білгісі келетіндер ұзақ өмір сүрмейді. Аман боласың. Соңғы сөздер кеңес емес, тікелей ескерту, қоқан лоққы ретінде естілді. Мен рацияны өшірдім. Қолдарым қатты дірілдеп кетті. Бәрі бітті. Ойын аяқталды. Бетперделер шешілді. Ол мені ештеңе түсінбеді деп ойласа да. Барлық болжамдарым расталды. Мұрат менің жауым. Жәкеңнің күнделігі жай ғана белгісіз қауіптен құтылу ережелері емес. Бұл нақты бір адамға, Мұратқа қарсы аман қалудың егжей-тегжейлі нұсқаулығы. Әрбір ереже оның әдеттеріне, әдістеріне негізделген. Және енді мен ең қорқынышты ережені ұстанамын. Егер рациядағы дауыс көмек жақын екенін айтса, сенбе. Егер мен көмек шақырсам, Мұрат естиді. Және ол нағыз құтқару отрядынан әлдеқайда ерте жетеді. Ол мені мәңгілікке үнсіз қалдыру үшін келеді. Мен қақпанға түстім. Және енді мен өз түрмешім мен жендетінің атын білемін. Мен солтүстікке қарадым. Жәкеңнің жазбаларына сәйкес атамның қақпандары бар ескі Елаңғай жаққа, маған баруға тыйым салынған жаққа. Менің соңғы мүмкіндігім деп жазған еді Жәкең. Мен оқыған ең бірінші және ең басты ережені бұзуым керек екенін түсіндім. Өйткені енді бұл менің де соңғы мүмкіндігім еді. Жауаптар: құтқарылу немесе өлім. Бәрі сол жақта, солтүстікте болды. Шешім қабылданды. Үйде отырып Мұрат мені үлкен проблемаға айналдым деп шешкенше күту, өзіме өлім үкімін шығарумен тең еді. Соңғы әңгімемізден кейін менде өте аз уақыт қалған түсіндім. Ол менің бірдеңе сезгенімді түсінді. Ол жақында келеді. Қоңыраумен де, тұмандағы дауыспен де емес, ол мылтықпен келеді. Түнде ұйықтамадым, дайындалдым. Қорқыныш ешқайда кетпеді. Бірақ енді ол басқаша, суық, анық, жұмылдырушы болды. Ол аман қалу режиміне өтті. Мен енді құрбан емес едім, аңшы да емес едім. Мен ең қажетті заттарды ғана жинадым. Бөлмеде тұрған Жәкеңнің ескі мылтығының оқтары, пышақ, компас, шағын консерві қоры, су құйылған құты, дәрі-дәрмек қобдишасы. Мен солтүстік учаскенің картасын есіме түсіріп, дәптердегі барлық жазбаларды тағы бір рет оқып шықтым. Мені Елаңғайға алып бару тиіс қара бұлақ туралы жазбалар. Менің жоспарым өте қарапайым әрі ақылсыздыққа дейін шарасыз еді. Тұзақтарға жету, Жәкеңнің сол жерде жасырған немесе тапқан, өзінің соңғы мүмкіндігі деп санаған затын табу. Жолы болса, оны Мұратқа қарсы қолданып, бұзып өту. Кардонға оралмай, әр қарай оңтүстікке, Мұраттың учаскесін айналып өтіп, Мергенбаев айтқан келесі кардонға қарай жүру. Бұл жабайы тайға арқылы ондаған, тіпті жүздеген шақырым жол, бірақ бұл құтқарылудың жалғыз жолы еді. Таң ата. Күннің алғашқы сүр сәулелері қалың ағаш бұтақтарының арасынан әрем өтіп жатқанда, мен үйден шықтым. Үстел үстінде әлсіз жанып тұрған керосин шамын және рацияны қосулы қалдырдым. Бұл маған тағы біраз уақыт беріп, мен әлі де осындамын деген елес тудыру керек. Мен мүкпен түскен қылқандарды басып, барынша жылдам әрі дыбыссыз солтүстікке қарай жүрдім. Солтүстіктегі ескі қақпандарға жақындамау туралы ереже енді менің басымда мистикалық тыйым емес, қауіп туралы нақты ескерту ретінде жаңғырды. Жәкең кездейсоқ адамның тұзаққа түсуін қаламады. Бірақ өзі сол жаққа кетсе, бұл соған тұрарлық деген сөз. Орман басқаша еді.
Мен одан жауыз сиқырды көрмедім. Мен ашық, қауіпті аймақтарды көрдім. Ылғалды жердегі іздерді оқыдым. Мен өзім осы орманның бір бөлігіне айналдым. 2 сағаттық үздіксіз жүрістен кейін компасқа қарай отырып, қара мұзды суы бар бұлаққа шықтым. Сірә, осы үшін оны қара бұлақ деп атаған болар. Мен ағысқа қарсы жүрдім. Жер бедері барған сайын жабайы, му орманға айнала бастады. Мұнда аңғардан және бәлкім Жәкеңнен басқа ешкім болмаған сезілді. Ақырында орман ашылды. Мен қураған шөп пен сирек кездесетін солыңқы ағаштар өскен кең, батпақты алаңқайдың шетіне шықтым. Ел аңқай, оқиғаға орны. Оның үстінде жаншып тастайтын өлі тыныштық тұрды. Мен үйден тапқан ескі дүрбіні алып, алаңқайды мұқият қарай бастадым. Және сол кезде мен оларды көрдім де, қаным тамырымда қатып қалды. Бұл жай ғана бұлғын, немесе сусарға қойылған қақпандар емес еді. Бірнеше жерде шөп басылып, оның астында жасырылған бұтақтар мен шымдалған қасқыр шұңқырлары байқалды. Біреуінің шетінен үшкірленген қазықтың ұшы көрініп тұрды. Екі ескі қайыңның арасында тобық деңгейінде әрең байқалатын болат сым тартылыпты. Мен оның бағытын көзбен қадағаладым. Ол бұтақтардың арасында жасырылған қандай да бір механизмге апарып тұр. Бұл жануарларға арналған тұзақтар емес, бұл адамға арналған ловушкалар, тұзақтар еді. Қатыгез, қарапайым және өлімге әкелетін. Және мен оларды мұрат қоймағанын түсіндім. Оларды шарасыздықтан Жәкең өзінің соңғы шебін қорғау үшін қойған екен. Мен ашық кеңістікке шығудан қорқып, алаңқайды орманның дәл жиегімен айналып өттім. Алыс шетінде тамырымен қопарылып түскен өте ескі шыршаның астынан іздегенімді таптым. Бұл жердегі топырақ басқа жердегідей емес еді. Ол қопсытылған, шөп тегіс жатқан жоқ. Бейне бір оны жақында жұлып алып, қайта орнына салғандай. Мүк қабатының астынан күңгірт, өмі кеткен брезенттің шеті шығып тұрды. Жүрегім тамағымда бүлкілдеді. Карабинді бір жаққа лақтырып тастап, жалаңаш қолмен топырақ пен мүктен аршы бастадым. Брезент оңай ашылды. Оның астында асығыс қазылған таяз шұңқыр, ал оның ішінде мен айқайлап жібермеу үшін аузымды қолыммен жауып, кейін шегіндім. Шұңқырдың ішінде адам жатты. Оның денесі табиғи емес, қалыпта бұратылып қалған. Бұл сол еді, Жәкең. Мен оны ескі күртешесінен, ақ бұрыл сақалынан таныдым. Денесі бұзыла бастаған, бірақ кеудесінде үлкен қашарадақ, қатқан қан мен жыртылған жара анық көрініп тұрды. Бәрі таңғаларлықтай айқын болды. Мұрат оны жай ғана қорқытқан жоқ, ол оны тауып алып өлтірді. Салқын қандылықпен атып бастады. Содан кейін бұл тұзақтар қойылған алаңқайдың шетіне. Мұнда ешкім ешқашан келмейді деген үмітпен көміт тастады. Жәкең мұнда жауап іздеп келген жоқ. Ол мұнда қашып келді. Бұл оның соңғы бекінісі еді. Бірақ Мұрат, ол өз жұмысын аяқтап үлгермей тұрып-ақ жетіп үлгеріпті. Мен қолдан жасалған қабірдің басында тұрдым. Мені қорқыныш емес, ашу, мұзды, бәрін жайпап өтетін ашу дірілдетті. Елестермен ойналған бұл маскарад, барлық аңыздар, осы психологиялық террор, бәрі тек ізін жасырған кісі өлтірушінің циникалық ойыны ғана екен. Дәл осы сәтте менің арқамда бұтақтың анық сынған дауысы шықты. Мен карабинге жармасып кілт бұрылдым, бірақ кеш еді. Менен 10 метрдей жерде қарағайдың дініне сүйеніп Мұрат тұрды. Оның иығында оптикалық көздеуші бар мылтық, дәл сол мылтық ілулі тұр. Оның жүзінде ешқандай таңғалу да, ашу да жоқ. Тек шаршаңқы, жиіркенішке толы көңіл қалу байқалды. Мен саған айттым ғой, Арман, деді ол ақырын, достық кейіппен. Және бұл сабырлы үн, кез келген айқайдан қорқыныш деді. Айттым ғой, сұрамаған жерге тұмсығымды сұқпа деп. Ал сен бәрібір келдің. Қайсарсың, дәл мына кәрі ақмақ сияқты. Ол қабір жаққа бұрылды. Бір сәтте әлем осы алаңқайға, мылтық ұстаған адамға және менің артымдағы қабірге дейін тарылды. Қорқыныш пен ашу, мұзды, шыңылдаған сабырлыққа ұласты. Қанға тараған адреналин сезімді шегіне дейін қайрады. Қашатын жер жоқ. Алдымдағы алаңқай,
өлімге апаратын тұзақ. Мұрат жалғыз қауіпсіз шығар жолда. Онда оптикасы бар қуатты қару. Менің артымда ескі ауыр карабин. Оған қолым жетер емес. Ешқандай мүмкіндік жоқ. Оны өлтірген сен бе, дедім мен. Даусым дірілдеген жоқ. Бұл сұрақ емес, фактіні растау еді. Өзі кінәлі. Мұрат ашық көздерін менен алмай, иығын құжатты. Біз онымен 10 жыл бойы мұнда тыныш, бейбіт жұмыс істедік. Мен өз кәсібімді жасадым. Ол өзінікін. Ешкім ешкімге кедергі келтірген жоқ. Бағалы кері, бай коллекцияларға арналған сирек жануарлар, мүйіздер. Түсінікті ғой, бизнес, ақшасы өте жақсы. Сосын ол маңызды әрі ұжданды бола қалып, қандайда бір жазбалар жүргізіп, айғақтар жинай бастады. Бәрін Мергенбаевқа жеткізем деді. Оны мәңгілікке тыныштандыруға тура келді. Ол 10 жыл бірге жұмыс істеген адамын өлтіру туралы құтырған итті атып тастағандай әңгімелеп тұр. Прагматикалық, ешқандай өкіну сезімінсіз. Қоңырау? Тұмандағы дауыс. Мұның бәрі сенің спектаклің бе, деп сұрадым мен. Қалың бұталарға қарай сантиметрлеп баяу жылжып. Спектакль, деп мырс етті Мұрат. Сен сияқтылар үшін өте тиімді екенін айту керек. Әртүрлі ақмақтықтарды оқып алып, орман елестерімен жын перілерге сенесіңдер. Бір-екі апта қорқыныштан кейін, ешкімге ештеңе айтпастан, жынды болып көрінбеу үшін өздеріме-ақ қашасыңдар. Бұл әр жолы жаңа қабір қазғаннан гөрі оңай әрі таза. Бірақ сен өте әуесқой болып шықтың. Тым қызығушылық таныттым. Ол баяу, асықпай мылтықты иығынан алып көздеді. Менде небәрі бірнеше секунд бар екенін түсіндім. Сен мені тұзақтар туралы білмейді деп ойлайсың ба, деп айқайладым мен. Оны ойландырып, тағы бір сәт ұту үшін. Мұналар ма? Мұрат алаңқайға жиіркене қарады. Бұл балалардың ойыншықтары ғой. Жәкең соңғы күндері мүлдем есі ауысып, осы жерге қойып тастаған. Менің тұзақтарымды сен тіпті байқамас дедің. Дәл осы сәтте мен қолдан келетін жалғыз нәрсені істедім. Мен өз карабиніме ұмтылған жоқпын. Мен аршаның қалың бұтасына қарай кілт сүңгіп кеттім. Сол сәтте құлақ тұндыратын оқ атылды. Оқ менің басымның үстінен ызымдап өтіп, мен жаңа ғана тұрған ағаштың дімінен қабықты жылып түсті. Мен ғасырлық шыршаның жуан діңінің артына домалап барып, ары қарай не істеу керектігін ойлай бастадым. Жүрегім ессіз адамша соғып тұр. Ол кәсіпқой кісі өлтіруші. Мен болсам, тек компьютерлік ойындарда ғана оқ атқан IT маманмын. Шық Арман, қиындатпа, деп айқайлады Мұрат оң жақтан. Ол мені айналып өтіп келе жатты. Мен бұл орманды 5-ке білемін. Әрбір бұтаны, әрбір шұңқырды. Сен қашып құтыла алмайсың. Басымда Жәкеңнің тұзақтары жарқ етті. Бұл шалдың мұрасын, оның ашуы мен шарасыздығын пайдалануға берілген жалғыз мүмкіндік еді. Денемнің дірілін басу үшін бірнеше рет терең дем алдым. Ағаштың тасасынан 1 секундқа ғана қараймын. Мұрат мылтығын дайындап ұстап, тасадан тасаға өтіп, маған қарай баяу жылжып келеді екен. Мен оған қарай көздемей оқ аттым. Оқ далаға кетті. Бірақ бұл оны бұғып қалуға мәжбүр етті, және маған бірнеше алтын секунд берді. Және мен одан емес, елаңқайдың ішіне қарай, тұзақтар қойылған алаңқайдың дәл ортасына қарай жүгірдім. Ақымақ деп, оның ту сыртымнан ызалы дауысын естідім. Сен өзімді өзім өлтіресің ғой. Бұл ақылсыз, шарасыз тәуекел еді. Бірақ бұл менің жалғыз амалым. Ағаштардың арасымен бұлтақтап, құлаған ағаштардан секіріп жүгірдім. Тартылған сымды қай жерде көргенім есімде еді. Мен оған бірнеше метр қалғанда секірдім. Мұрат орманды жақсы білетініне, және менің ақмақтық әрекетіме сенімді болып, ара қашықтықты қысқартып, соңымнан тұра жүгірді. Ол менің жеңіл олжа екеніме сенгені сонша, аяғының астына қарауды қойған еді, және сол кезде мен оны жасадым. Мен тамырға әдейі сүрініп кетіп, қатты айғайлап жерге құладым. Менің құлағанымды және енді қорғансыз қалғанымды көрген Мұрат, істі аяқтау үшін алға қарай ұмтылды. Ол мен әдейі сүрінген сол діннің үстінен қарғып өтті. Оның аяғы шөптің арасындағы әрең көрінетін жінішке болат сымға ілінді. Фиксатордың шорт сымғам құрғақ,
анық дауысы шықты. Жоғардан шыршаның қалың бұтақтарының арасынан ызыңдап, үлкен әрі қараңғы бірдеңе құлап түсті. Бұл найзадай үшкірленген бұтақтары бар ауыр, қабығы аршылған бөрене еді. Мұрат тек басын көтеріп, қысқа, таңғалған айғай шығарып үлгерді. Соққы тоңғық әрі сұмдық болды. Бөрене оның иығымен аяғына соғылып, оны шүберек қуыршақтай жерге ұшырып түсірді. Мылтық алысқа ұшып кетті. Мен ауыр дем алып аяққа тұрдым. Мұрат жерде жатыр еді. Ол тірі, бірақ аяғы табиғи емес бұрышпен қайырылып қалған. Ал беті төзгісіз аурудың азабынан қисайып кетіпті. Жәкеңнің қақпаны іске қосылды. Марқұм егер өз қабірінен, өзінің кісі өлтірушісінен кек алды. Мен баяу жақындап оның мылтығын алдым. Ол маған төменнен жоғары қарады. Оның көздерінде жек көрушілік емес, ауырсынумен араласқан жануардың таңданысы бар еді. Ол тайганың қожайыны, қандай да бір қалалық күшіктің өзін жеңгеніне сене алар емес еді. «Сен қалай?» деп қырылдады ол. «Бұл саған Жәкеңнен-ді», дедім мен ақырын. Мен оның рациясын, оқтарын және пышағын алып алдым. Оны мұнда жарақатынан немесе аңдардан өлуге қалдырып кетпеймін. Мен ол сияқты емес едім. Қансырап өлмеу үшін оның өз белдігімен сынған аяғын бұраулап байладым да, оны сол жерге қалдырып, екі мылтықты алып, үйге қарай кері жүрдім. Жол ұзақ болды, бірақ мен енді қорықпадым. Орман үнсіз қалды. Бірақ бұл үнсіздік енді басқаша еді. Достық емес, бірақ сабырлы. Тайға өзінің басты жапқышынан құтылып, жеңілдеп қалғандай болды. Кордонға оралған соң, ең бірінші кезекте орындыққа құладым. Денем кернеуден гүрілдеп тұрды, бірақ басымда шынылдаған анықтық болды. Мен аман қалдым. Мен жеңдім. Мұраттың рациясын алып, Мергенбаевтың жиілігіне қосылдым. Егжей-тегжейге және эмоцияларға берілмедім. Дауысым бір қалыпты, әрі іскерлікпен шықты. «Мергенбаев, бұл Сұңқаров, шұғыл. Менің учаскемде төтенше жағдай болды. Мен бұрынғы егер Жақып Сапарұлының денесін таптым. Ол өлтірілген. Күдікті кісі өлтіруші оңтүстік кордондағы Мұрат. Ол ұсталды, жараланған, бірақ тірі. Ол ірі браконьерлік желінің басшысы сияқты. Координаттар. Мен Елаңғайдың нақты координаттарын атадым. Байланыстың ар жағында тек эфирдің сыртылы ғана бұзған ұзақ, есеңгіреген үнсіздік орнады. «Сұңқаров, сен сенімдісің бе?» Мергенбаевтың дауысы қатты таңғалған еді. «Абсолютті. Тікұшақ жіберіңіз. Полициямен бірге келгені дұрыс. Мұнда бәрі өте күрделі». Күту ұзақ болды. Мен үйде отырып Жәкеңнің күнделігін қарап отырдым. Мен қарттың үстіне топырақ салмас бұрын, оның денесінен машиналы түрде шешіп алған ескі күртешесін есіме түсірдім. Ішкі қалтасына қолымды сұғып, телефонға бірнеше рет оралған қағаз парағын таптым. Бұл Мұрат табалмаған нәрсе еді. Жәкең хикаясының соңғы беті, оның өсиеті. Парақта ұсақ жазумен браконьерлік желінің бүкіл схемасы жоспарланған екен. Тауарды өткізетін үлкен жердегі сыбайластардың есімдері, өткелдердің бағыттары, күндері мен мөлшері. Жәкең кек ар-ұжданды қарт қана емес, ол жүйелі әрі мүншіл тергеуші болған екен. Ол Мұратты және оның бүкіл бандасын көп жылға соттауға жіберетін барлық дәлелдерді жинаған. Бұл жазба оның қабірден атылған соңғы оғы еді. Таң ата, көптен күткен винттің даусы естілді. Ол таңғы тыныштықты бұзып, барған сайым қаттырақ шықты. Үлкен сары көк Ми-8 тікұшағы ауаның қуатты ағындарымен шөпті басып, үйдің алдындағы алаңқайға ауыр қонды. Оның ішінен камуфляж және полиция формасын киген адамдар төгілді. Мергенбаевтың жүзі жүдеу әрі тұнжыраңқы еді. Мен оған Жәкеңнің жазбасын, екі мылтықты және күнделікті бердім. Түнгі қоңыраудан бастап, Елаңқайдағы шайқасқа дейін не болғанын ешбір жасырмай түгел айтып бердім. Олар мені құрметпен тыңдады. Мергенбаев жазбаны бірнеше рет оқып шықты. Оның жүзі барған сайын қарая түсті. Ол маған ауыр, түсінбеген жанармен қарады. «Тоқтай тұр, Сұңқаров. Мен бәрібір бір нәрсені түсінбеймін. Маған баяндады ғой.
Жәкең қалаға сұранған кезде, мен оның артынан тікшақ жібердім. Ұшқыш Сәбитов шалды алып кеткенін жеке өзі баяндады. Ол шалдың көңіл-күйі түсіп кеткенін, немерелерінен шаршағаны туралы күңгілдегенін айтқан. Бірақ бұл мүлдем зиянсыз еді. Сонда ол маған өтірік айтқан ба? Сол сәтте мен бәрін түсіндім. Мен Мергенбаевқа жақындадым. Қараңызшы, мен соңғы жолдардың бірін саусағыммен нұсқадым. 3-ші тармақ. Сәбитов, ұшқыш, тасымалдау. Оңбаған. Енді бәрі қорқынышты айқындықпен өз орнына келді. Олар мұны бұлай жасаған екен. Мұрат Жәкеңді мен келмей тұрып баяғыда өлтірген. Ал содан кейін эвакуацияны қолдан жасап, Мергенбаевқа қарттың сентименталды кетуі туралы хабарлаған сыбайласын шақырған. Бұл маскараттың бәрі Кардонның ресми түрде босауы үшін және оған ештеңеден күдіктенбейтін жаңа адамды мені әкелу үшін қажет болған. Бірнеше сағаттан кейін жедел топ солтүстік учаскеден оралды. Олар ақсап келе жатқан таңылған Мұратты қолтықтап әкелді. Оның беті ауру мен дәрменсіз ашудан сұрланып кеткен. Оны тікұшаққа отырғызды. Содан кейін зембілмен брезентке оралған Жәкеңнің денесін алып шықты. Біз ұшып бара жатқанда, мен төмендегі кардонға қарадым. Шексіз жасыл теңіздің шетіндегі кішкентай үй. Менің қабіріме айнала жаздаған. Бірақ ақырында қарыздарынды өтеуге арналған ақшадан да үлкен нәрсе сыйлаған жер. Мен қолдарыма қарадым. Олар сырылған, күс болған, бірақ енді дірілдемейді. Жарайсың, Сұңқаров, деді Мергенбаев, тікұшақ винтінің шуылын басып айқайлап. Бұған әркім шыдай алмас еді. Меніңше Жәкең сенімен мақтанар еді. Мен ештеңе деп жауап бермедім. Тек тайғаның алысқа ұласып жатқанына қарап отырдым. Менің келісім шартым бітті. Маған уәде етілген соманы ғана емес, сондай-ақ ептілігім үшін қомақты сыйақы да төленді. Бұл ақша барлық қарыздарынды жабуға және өмірді жаңа парақтан бастауға жетті. Мұраттың бандасы соңғы адамның басты көзіріне айналды. Мен Алматы Ситиге оралдым. Бірақ бұл енді басқа қала еді. Немесе бәлкім мен басқа адамға айналған шығармын. Даңғылдардың шуы маған бұдан былай өмірдің музыкасы, тіршілік ету ортасының бағдары болып табылатын тас джунгли болып көрінбеді. Кейде өзінің тыныш пәтерімде ұйқыға кетер алдында ғасырлық шыршалардың ұшар басындағыға желдім шуын әлі де естимін. Бірақ мен бұдан былай тыныштықтан қорықпаймын. Мен оны тыңдауды үйрендім. Және ең қорқынышты құбыжықтың қандай болатынын нақты білемін. Ол тұманда жасырынып, қоңырау сыңғырлататын нәрсе емес. Ең қорқынышты құбыжық адамға ұқсайтын және өзін доспын деп атап, сенімен рация арқылы сөйлесетін адам.